Сәлем достар, бүгінгі жаттығуымыз біздің ішке арналған, яғни іштегі майды кетіруге арналған. Енді басында сіздерге өте қиын болуы мүмкін, дегенмен бұл велосипед жаттығуын барынша істеуге тырысамыз. Дәл осы қалыпта біз басында мүмкіндік болса 5 минуттан бастаймыз, ары қарай 5-10 минутқа дейін созуымызға болады. Яғни санап тұрып жасасаңыздар да болады. Одан кейін біздің келесі жаттығуымыз ішіндегі майды жоғалтуға арналған, яғни іште қалып қойған кісілерге дәл осылай шынтақты тізеге қосу арқылы біз жаттығуымызды жалғастырамыз. Дәл бұл жаттығуды күніне 20 реттен әр аяққа жасасақ, күндер өте бұл жаттығуды көбейтуімізге болады. Яғни тұрғылықты түрде, күнделікті түрде жасайтын болсақ, бұл жаттығулар біздің ішіміздің кетіруге өте жақсы пайда береді. Ендеше бізге лайк басуды ұмытпаңыздар.